Әртүрлі видеоларды көреміз, тауықтың бастарын, сирақтарын жаңағы өткізіп, содан сосиска шығарып жатқан видеоларды да көп көргенбіз. Барлығын шек қарындармен араластырып, жаңағы колбаса жасап отырғандарды да видеоларын жиі көреміз. Бұған мен жауап берейін. Негізгі шұжық деген нәрсе, колбаса, бізде қазақша шұжық дейміз, шұжықта ет қосылмайды. Неден жасалынады сонда? Оған еттің дәмін беретін Дәмдеуіштер, күшейткіштер қосылады. Көп птицофермаларда бұл клеточный вариантта аталады. Клеточный вариантта жұмыс істейді. Тауықтардың бәрі клеткада тұрады. Ал бізде, менің технологиямда бәрі жерде үйдегідей бос жүреді. Далаға жайылымда шығып жүреді. Жоңышқаға жайылады, басқаға жайылады, бос жүреді. Қораздармен бірге. Соответственно, ол уже қолдың жұмыртқасы таза өнім болады. Сол 5000 жұмыртқаға қанша жаңағы өндіру үшін қанша инвестиция салдыңыздар сол кезде? 55 миллиондай ақша салынды. Алғашқы айда қанша табыс алып келдіңіздер? Алғашқы айда 16 миллион. 16 миллион. Салынған инвестицияны бірінші очередь шығаруға, орнына қоюға әрекет қыламын. Ол жерде мен айлыққа келіссем де болады, мысал үшін. Бір жыл айлыққа жүріп, мына ақшаны инвестордың қолына қайттан салған ақшасын өзінің қолына бергеннен кейін ары қарай уже 50-50-ге келісуге болады.